Құрметті ағайын, қадірлі қонақтар. Бүгін біз өмірін өлеңмен өрнектеген, жырын жүрекпен өрген, тағдырлы да тағылымды ақын Жолдас Сармановтың шығармашылық кешіне жиналып отырмыз. Құрметті Жолдас аға, ата жұртыңыз Маңғыстауға қош келдіңіз. Кеш иесін кеңірек таныстырып өтейін. Жолдас Сарманов 1960 ата-анасы Қазақстанның Мырзашөл өңіріне қоныс аударған. Жаңадан ашылған аудан орталығы Гагарин қаласындағы Абай атындағы орта мектепте оқып білім алған. Қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген соң Мырзашөл аудандық, Достық, Шардар аудандық, Өскен өмір газеттерінде тілші болып қызмет істеп, бас редактордың орынбасарына дейін көтерілді. Алматыға қоныс аударғасын республикалық Қазақстан мектебі журналында қызмет атқарды. Мұғалім және қоғам журналының бас редакторы болды. Мектепте оқып жүргенде алғашқы өлеңдер жариялана бастаған ақынның жырлары республикалық басылымдарда, жыр жинақтарында жарық көрді. Қазір ағамыз зейнеткер, Алматы қаласында тұрады. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі. Құрметті қауым, сіздердің қошеметіңізбен ортаға кеш иесі ақын Жолдас Сарманов ағамыз шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Ыстық жүрекпен сіздерге маңғыстаулық тума-туыстарым ыстық сәлемді жүрегіммен сіздерге жолдағалы тұрмын. Жалындай берсін жыр жүрек, өтсінші кешіміз дүркіреп. Басымды ем маңғыстаулық мырзалар, Алла жар боп бекет, қол жебе-жебе бір бекет. Осы біз отырған киелі шаңырақ Мұрат Өскінбаев атамыздың атындағы Маңғыстау облыстық филармонияның өнерпазы Айнұр Омарованың термесін тыңдайық. Аянып қалғаным жоқ сірәрі, халқыма даңқым білінді, сонда да еш шығарма. Қатарда жүрген жақсылар, айт дегенде ірікпейім, бұл жастық баста тұрама. Мен ежелгі жүйрігің алдына қара салмаған, құрсағы қара бұлытпын, шықтаған жерім жаураған, қайнарлы көздай бұлақпын, сарқылмайтын қауғадан. Жас кезде жырлап қалайын, мұңдай қызық аз болар, кәрілік келсе қаураған. Дүние дегені керуен, нешеде байлар өтіп қай, дүние малын айдаған, не батырлар өтіп қай, шарыққа болар қайраған. Қарада басыны бір өзі жүзгісіге сайлаған, не солулар өтіп тай, ажары артық айнадан. Не ғаріп қасыр өткен жоқ, рахат көрме дүниядан. Қаса сорай қайнаған, әркімге нұсқа сөз айттым, шығарып жауап пайдадан. Несіне жігіт жігіттің түскен күні орғаға, өнер
түстім жорғалап, өлең айттым сорғалап, домбыра тарттым бұлғалап, басым түссе құрмағай, отыра алман құр қарап, қатарда жүрген жақсының ақ-дидарын көргендай, ашылар көңілің бір қарап, сөз білмейтін жаманға айтайын десең бір сөзді, бата алмайсың қорғалап, кәрілік келсе бір күн ай, жастағы дәурен күнің жоқ, ауруда болсаң қасталы, саудағыдай сының жоқ, ажал келсе бір күні дүния өтпей тұру жоқ, өсе керсе сыртыңнан мейгіні күйдің зарарға, қайырларсың досыңнан, қарапшы болса араңда, жәрдем сұрап жаманнан, иегің тартып таянба, азды көп бай пікірмен өз жөнің бай аяңда, қарада суға кетірер, елігіп ерсең жаманға, ниеті бұзық күй жаман, бірді де бірге итеріп, жықсам дидай аранға, нәпсінің тұзай түседі, жуаспенен жаяуға, қиюсыз жерге қосады, жүрмесең аулақ мұзалда, көңілге келген желсіздай айтайын түссе жадыма, асылда туған жүректің ай кім ілесер шағына. Ағамызды осынау туған жердің топырағында жаңа кітабының тұсауы кесерімен шын жүректен құттықтаймын. Енді мынау Маңғыстауға алыстан ат терлетіп келіп отырған ағайын бар екен. Сіздердің құрметтеріңізге Тас Темірдің Маңғыстауын орындап берейін ағайын. Бізден бұрын адайдан шауып шыққан жүрек едім ай, ежелгі естен кетпес ескі-ау жырын, ескі-ау жырын. Көзім құйып, Маңғыстау сені тастап кеткенден соң көзімнің жүре алмаспын жасым құйып, жасым құйып. Осы отырған киелі шаңырақтың өнерпазы Алфан Қуандық ортаға шақырайық.
қазақ өлең сөздің патшасы дейді. Ал сол патшалықтың құдіретін халық жүрегіне жеткізетін тұлғалар сирек. Жолдас ағамыздың қаламынан туған әрбір өлең сезім сырлары, сол сырларды жүректерімізге жеткізу үшін жас өнерпаздар өлең оқиды. Талапты балаларымызға қолдау көрсетіп, қошеметтеп отырайық. Бүгін кеш иесінің өлеңдерін оқитын жастарға сөз кезегін берейік. Ақын атасының өлеңдерін оқимыз деп келген Энжу Базарбай, Аружан Табынбай, Ілес Арайлым Аязбек қызы, Ахан Нышанбайұлы, Қалиева Тұрсынай Көбейсін қызы, Ілес Аяулым Аязбек қызы, Серік Сезім Бердібек қызы, Жұлдыз Бердалы сахнаға шақырамыз. Тағы оқимын дегендер болса, жазып үлгере алмағандар сахнаға шыға берсін. Айтайын ба? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Базарбай Үнжу. Мен 9-шы мектеп 6-шы сынып оқушысымын. Мен қазір Жолдас Сарманов атамыздың «Күзгі бақта» деген өлеңін оқып беретін боламын. Алаула батқан, шуағы мол таң нұрдан, жібіп менің сала берді нартылғам. Бойға қуат, ойға шабыт құйғандай, тербетті кеп, әсем әуен жаңқырған. Тәтті ұйқыдан тұрғандықтан мызғыбап, үйден шыққам, жаңа соқпақ ізді сап. Көшемнен жүріп келем аяңдап, күтіп алды маужыраған күзгі бақ. Баққа келіп, орындыққа жайғастым, жалындаған қайта оралды ей жас күн. Түнде жауған, жаңбыр суы жөңкіліп, ағып жатыр арасымен ой тастың. Өңім бермей, өзгермейтін дала тас, табиғатқа сүйсінбей кім қарамас. Көк көйлегін шешіп сірә тастаған, күні кеше көкке оранған талағаш. Білгін келсе өмір сүрін түйсініп, домбыраны сөйлететін күйшінық. Күзгі бақта серуендеп сергідім, ғажабына табиғаттың сүйсініп. Келеммен де қадам басып алған ақ, кім-кімге де қойылатын бар талап. Түске таяу үйге оралдым мұңдана, ауыр жүгін сағыныштың арқалап. Жолдас Сарманов өң мен түстің арасы. Санамда ой жоқ сарқылған. Арыла алмай бар мұңнан. Жүргенем орман ішінде, төбемде тұрды қалқып ән. Қандай ән, мынау елтіген, бойдағы мұңды серпіген. Қиялым кетті көккөрлеп, домбыра қолғап шертіп ем. Жанарды жаулап белестер, асулар астым белестер. Жабыққан сәтте мұңайып, жанымды ұқта менескер. Өң емес сонда бұл незі, жылытқан әлде күн көзі. Түс көрген жандай теңселем, кеудеме қонып жыр бөзі. Көмейден ағып шыр өлең, басталды дүлей дүрбелең. Әп сәтте бәрі ғайып боп, қалғандай қаусап құр денем. Жоғалып қуат күшімде, қайнауым қалды ішімде. Ұғалмай тұрдым түктіде, өңімбе мынау түсімбе. Жазылмай жүрек жарасы, құлпырма сірә көңіл күй. Өң мен түстің арасы, бағамдасам өмір бұл. Жолдас Сарманов, кешіріңдер. Құнығып өскендіктен баласырға, кіріппін еркелікпен дарасынға. Жаманмен жақсыны да ажыратпай, тілім менің тиіп тау жанашырға. Халқым, мұны кешіре аласың ба? Көтеріліп кеудемде бұққан қайғым, зіл батпандай қимылсыз жатқандаймын.
Жаңсақ басқан қадам өкіндірді, бозғылтындай түндегі шыққан айдың. Кешіріңдер, бәрін кеш ұққандаймын. Балалықтың базыналы өртеп мұңын, жаз жырыңды ендеше тер төк бүгін. Сары шалдың баласем мерке өскен, қайт оралмас білемін ертек күнім. Кешіріңдер, өтсе егер тентектігім. Жолдас Сарманов, үмітпен күдік. Кеудемде менің бар тұнық арман. Жатқанда жолдар тартылып алдан. Дегенмен бірақ жүрегім қырақ, санамда ой жоқ, сарқылып қалған. Бұл болып ұшып, сезімде кепкен. Жүн жүймін кейде өзімде тіптен. Жалыны сөніп, арыны кеміп, бара жатқандай көзімде көктем. Жоға деймін, шомылып нұрға, шомылған сайын малынып жырға. Жарықсыз сәуле, болма шәуле, қызғалдақ толар тағынып қырға. Қанатым менің қайрылмас бәлкім, арманым алға бастаса әр күн. Сарылған сана, ой қуып жана, сезімдер туар көкейде жарқын. Арымнан таза, жол баспан өзге, қуансын халқым он басқан ізге. Ақылдан адам алжасады екен, үміт пен күдік арпасқан кезде. Армысыздар, құрметті жиылған қауым. Жолдас аға, келі Ақтау қаласына қош келдіңіз. Мен осы Жолдас ағаның алғашқы ұстазы, асыл ұстазы, Гүлсара апаның жиен немересімін. Сонау келі Тараз шаһардан сәлем жолдап келіп отырмын. Жолдас аға, сізге шығармашылық табыс және 362 әулие әрқашан сізді қолдап, қорғап жүре берсін. Сізге бұл әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Бүгін Жолдас ағаның екі керемет туындыларын оқып берейін. Біріншісі «Аманбысың сұралғы сыныптастар». Еске алғанда достарды шалғайдағы, көкке ұшты қалықтап ән бойдағы. Бірге оқыған сыралғы сыныптастар, қандай тәтті бала күннің бал қаймағы. Құлаққа құйып дайым дана сөзін, алға тартық ақ арман паровозын. Бірге жүрген сыралғы сыныптастар, сондай тәтті болатын бала сезім. Бұла күндер, бал күндер лағыл анық, қалайша жастық шақты сағынбалық, қыр астынан шақырады қолым бұлғап, көз алдымда бұлдырап сағымданып. Күй тартып, әуелете салып әнін, жастық шақтың келемін бағынамың, бала күннің бал қаймақ дәмін татқан, ойға шомып сендерді сағынамын. Сыныптастар, қашанда сертке берік, ал кейде болмашыға өкпеледік. Ол да бір дәурен екен ұмытылмас, 10 жылдан соң жан жаққа кеткен едік. Аттандық әр тарапқа арман қуып, аппақ таңдар арайлы алдан туып, кешегі бозбаламен бой жеткендер, жолдары ұлы көшке жолғандынық. Жалғасып жата берер өмір деген, ұрпақ барда артыңда еліңменен. Бүгінде ата-әже боп жүрсек дағы, қартаюды мойындамас көңіл дөнен. Жақсылыққа қашанда жаным құштар, жырымды бұл қабылдар ұғып достар. Бала күннен бірге өскен, бірге жүрген, әмәнда аман болсын сыныптастар. Осында Жолдас ағаның керемет сыныптастары жиналған екен. Осы өлең сіздерге арналады. Жолдас ағаның керемет екінші, маған өте қатты жүрегіме жақын өлеңі «Гүл мен қыз» өлеңін қарсы алыңыздар. Жүр ғашықтар саябақта сырласып, ұшты лаулап, нұр кеудемнен жыр тасып, шабыт қонған шақта осынау ақынға, қызғалда қыз кездесуге қырға шық. Көз алдымда қол ұстасқан жүр ғашық, бір сәт мені бара жатты мұң басып, ой орманға жетелеген қиял қыз, неге біздің ара тым қашық. Жастық шақтың өтерін тез кім білген, искей бердім ләззат тауып гүлдерден, қырдан теріп әкелушек жігіт боп, еске түсті құрбы қыздар гүл берген.
Біз қадірін ұлы өмірдің білген біз, қыс па жаз ба не көктем күз, сұлулықтың символы боп жарқырап, жаратылған бұл әлемде гүл мен қыз. Рахмет, назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Серік Сезім. Мен нөмір 6 мектепте оқимын. Жолдас Сарманов атаның «Түнгі ой» деген өлеңін оқимын. Ұйқы қашқан, ой орманды кезгенім, қалтыраймын күйін кешіп кезбенің, қалт-құлт еткен тірлігіме тамсанып, мұңын жұтам өзгенің, оның мұңы менің мұңым сенсеңіз, тартылып бір қалғандай бұл көлтеңіз. Шөліркеймін шұбат таппай сусындар, жүрегімді емдеңіз. Жүрек сірә соғып тұрған сағаттың, 5 күні жалған өмір өзен ағатын, толқын едім тербетілген теңіздің, жақын қалды жағатым. Жас кезімде менде бәлкім шалқаймын, түнде мынау келіп жатыр ой қайдан. Бәріңізге бақ сыйларым барынша, қолдан келмес әй қайдам. Ассалаумағалейкум. Нөмір 6 мектеп 5 сынып оқимын. Жолдас Сарманов атаның «Жыр арман» әнін айтам. Жолап ағып зымырайды бұл жалған, мұнар тадым, мұнар тау боп күн алдан. Ұрзада жұлдыз үзіліп қазір түсердей, тәңір көкте қалықтайды жыр арман. Ей жыр арман, қалықтаған көкте әсем мұңға бөлеп, құмға көміп кетпесен. Мен өзіңе болмас сірә жетпесем, жетер жігір жалқаулық сәл етпесем. Кім түсінер, кім ұғынар, кімге айтам, өмір күрес бітіспейтін бұл маңдай. Беқасет берекесіз кейде айналамды қоршайды кеп жын шайтан. Сілкінемін босқа беке сүнгім жоқ, қара түнде лапылдаған көрдім от. Сол алаумен қол созамын арманға, айналамын арай шуақ бегім кеп. Бағалаңын парасатпен пайымды, алдарыңа ақтардым кеп жайымды. Көкжиекке келер күндей көз төгіп, күтіп жүрмін оңынан туар айымды. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, кеш жарық қадірлі құрма. Жолдас аға, кеш құтты болсын. Бек қуаныштымын аға, көп рахмет. Аты жөнім Түзелбай Абай, берекелі Баянды ауылындағы осы Болат Шегем ауылынан Түзелбай деген ақсақалдың немересімін. Ақын болсын, өлеңге жақын болсын деп есімімді Абай деп қойған. Содан бері 30 жыл өтті. Қасиетті Қарасөздің ауылында, өмір өзенінде қасиетті Қарасөздің ауылынан түстеніп жүрген ұландардың біріміз. Ағамызды енді мен көп танымайды екенмін, енді танысып жатырмыз. Өмір жолын барлығымен таныстым. Бізді көп нәрсе байланыстырады екен. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің түлегімін. Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесімін. Өлеңмен, сөзбен осы күнге дейін тәй басып келе жатқан ағамыздың ізбасар інілерінің бірімін. Бүгін кешке осындай ұсыныс түскеннен кейін ағамыздың өлеңдерінен оқымай кенде қалу басымызға сын болар деп, ағамыздың ұлым саған айтам деген өлеңін оқып берсем деймін. Қабыл алыңыздар. Өмір өзен толып жатқан тылсым сыр, күткен сені алда әлі мың сын тұр. Сол жайында жыр кестелеп көрейін, өткен күннің шежіресін білсін бір. Ұлым менің, ақтарайын шынымды, құлағыңа құйып ал сен жырымды. Орда бұзар 30 жастан ауыппын, бала күнім қалып артта бұрынғы. Ой сомдайын көз жіберіп өткенге, айтар сырда, жазар жырда көп менде. Мұның бәрін ұғалмассың әзірге, ұғарсың тек кемел ойға жеткенде. Айту саған ұлым, менің міндетім, іште өлсе сөз шіркінде тұл жетім.
тоқыраудың жылдарынан сыр шертем, нағыз халық ұлы болу құрметің. Ал ендеше, тыңда ұлым құлақ сап, ақын әке толған қане жырақтар, ертең өсіп ер жеткенде ұлымау аз болмайды сен шешетін сұрақтар. Байыптасам, байқап қарап өткенге, басталыпты қайта құру көктемде, ал ендеше шындықты айтар күн туды, жаңарудың жылы лебі өпкенде. Байыптаймын, айыптаймын мақұлақ, заман бәрін тұрар мекен бақылап, балық бастан шірідіме әйтеуір, жылдар өтті тұралаған тоқырап. Кім кінәлі? Адам бәлде заман ба, білінбеген жақсы менен жаман да, өйткен ұлым парықсыздық белең ап, билік дейді бей қасиет наданға. Ебін тауып, екі асаған мал тапты, енді біреу қулықпенен жан бақты, ал біреулер таланттыға табынбай, есіртті ғой жағымпазбен жалтақты. Өлең жырды өрнектейін ойғырап, ұлым менің қажет десең қой сұрақ, шындық аулы шырғаланға түскенде, сын айтқанның сағысынды ойсырап. Өзің емес, өзге болып жетілдік, тілді ұмытып, дінді ұмытып өкіндік, өйткен ұлым мәңгүрт маубас көбейіп ақындықтан биік тұрды әкімдік. Рас, бәрі, ұлым мұны ұқтығым, қайнады өмір ейлеуінде мықтының, дегенменен дәуір қағып дабылың, қайта түлеп арайланған шықтығын. Сол алауда енді өзің жағасың, сол алаудан парасат, нұр табасың, адамдықтың ала жібін аттамай, ұлым менің түсірме оның бағасын. Шабыттың бастауы қайда жатыр? Кешкіндер, мына көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Сіздердің мына көңіл күйлеріңіз маған мына отырған әсер береді. Мыңда бір тағзым айтып тұрып, мен көп сөйлемей, сіздерге мына бір қысқа бір өлеңімді оқып берейін. Өмір өткелдері, өз өмірінің өткелдері ғой. Балалық шағым, бал кезең, базарың тарқап барадау, сағыныс сезім, жалғыз ем, сағым боп бәрі қаладау. Қырларда қалған із жатыр, қырмызы гүлдей құлпырған, қаталмай ұяң қызғатыл, жүректе не бір жыр тұнған. Аралап талай гүл бағын, арайлы таңды атқызғам, жастығым менің жырларым, тайсалмай өткен отымыздан. Сағынам, бүгін сағынам, базарлы шақтың алтыны, кеудемнен ұшқан лағылан, 20-ның бәлкім жарқылы. Жүрік-ау әсте көңілтім, селдетіп сезім ағызған, жетелеп кешін өмірдің, өрмелей өттім 30-дан. Жеңілді емес жүк қазір, жауапты міндет мойында, қиялсам кәне отқа жүр, өзгерген сана ойымда. Жанымды менің жақынык, кеуденің жылып ұясы, жаңа бір кезең шақырып, қылтиды қырық қиясы. Жалында жасын жылдарым, жүзінде өткір семсердің, арайлап әтіп артаңым, елуде ерттеп еңсердім. Жылжыған жылдар жақыт күн, қазаны көкпар тартыстың, базарында шалқып бақыттың, алынды асу алпысшың. Желемін жүйткіп тұлпардай, бойымда қуат бар күшім, жалында өткен жылдардай, алпысым бәлкім тал түсім. Көз тігем көкке аспанға, ертеңін ойлап елімнің,
Жасқан ба, жүрек жасқан ба, өткелдері алда өмірдің. Өмір ұзақ болсын. Рахмет. Жұптап қойыңыз енді. Тағы оқып беріңіз. Ояну керек, ояну де. Өмірдің шырқар бар әні, дегенмен жүрек жаралы, жаралы болмай қайтеді, тартылып жатса аралы. Қайыңда қалды қайраңда, жоғалды шұбат айранда, тілден де діннен безіндік, үйреніп өзге сайранға. Тұмшалап бұлтпен аспанды, мәңгүрттік сана басталды, ұлменен қыздан ар кетіп, көбейді сәби тастанды. Тойынып көкірек алқымы, жағымпаз жалқау шалқыды, талантқа қойдық табынбай, тоқырау заман салқыны. Қалған ек солай қансырап, өлмедік бірақ жан шыдап, мың өліп мың рет тірілдік, сарсаң елді сансұрап. Аяққа салған үзеңгі, шешіліп заман түзелді, ояну керек ендеше, мір жақып болып біз енді. Рахмет. Ана Міржақып Дулатовты айтып жатырсыз ғой. Мен де бір ініңізбін. Сол Міржақып Дулатовпен мен әкемнің әкесі Кәкем Сабытай деген кісі бірге болған екен, Сібірде. 35-ші жылы өз қолыммен жерге қойдым деді. Атым Қабыл, жазушылар одағының мүшесімін. Жоқ, ол Бақытбай. Мен мектепте математика пәнінен сабақ көремін. Сізді махаббат жыршысы деп бағалап отырмыз. Өйткені өлеңіздеріңіздің дені ғашықтық тақырыпты екен. Музаңыз болмаса, осынша өлең дүниеге келер ме еді? Жеңгеміз қызғанбай ма? Баяғы кім Ширази деген ақын, сенің меңіңе Самарқан мен Бұхараны берем дегенде Ақсақ Темір кездестіріпті сол нені, ақынды. Шақырып алып айтыпты, ай, мен қой елді ел қылып, қаланы қала қыла алмайсам, сен бұлай подаркке беріп жүрген не деп, жомарттық қой депті. Жүрегіңіз жомарт қой аға, жомарт бола берсін. Жауап беріңіз. Ол рас, кейде мына достарымның бәрі де бұл махаббат жарыс дейді мені. Өйткені мынау елдің еңсетін көтеретін өлеңнен көрі махаббат жырлап кететінім рас. Сондықтан қызғанбай ма дейді. Мен ойлаймын, ақындардың жұбайы қызғанбайды. Өйткені ол халықтікі ғой. Сондықтан мен қызғанғаным байқаған емеспін. Сол арқасында міне еркіндікпен тағы жіберді. Мен барсам, мен туралы өлең оқып көтерсің деп. Сол сияқты қызғанбайды мені. Рахмет. Сіздің кешіңіз үшін шырайлы Шымкент шаһарынан арнайы келген сазгер, әрі әнші Жұпаргүл Бекшораева әннен шашқысы келіп отыр. Құрметпен сахнаға шығарайық. Әкетайым, анашым. Армысыздар, батыр ел, мынау Ақтау, Маңғыстау батырлықтан бірінші орында тұрған. Жүректеріңізден нұр кетпесін. Ақынын сыйлаған халық Алланың сүйікті пендесі. Осыдан 2 жыл бұрын болып қалды деймін. Өлеңдері қолыма тиіп, сізде бір әндер жазатын екенсіз. Мынау өлеңдерге ән қалай болар екен дегенде, дүниеге келген ән, 3 өлеңіне ән жаздым. Еңлік гүлім, әкешім, анашым және ғашық жыры. Соның бүгін сіздің мынау тойыңызға 2 әнді шашу ретінде алып кеп тұрмын. Әкешім, анашым. Әкесіне, анасына арнаған. Тәрбиелік мәні зор. Қабыл алыңыздар.
әкешім, анашым. Композитор. Жетелеген асқар таудай арманға, әкетайым дәл өзіңдей жан бар ма? Бағындырсаң иек шыңда бір күні, сенің арқаң бұған ешбір таңданба. Арманға сау жетермін, желдей жүйткіп өдермін, оның бәрі арқасы асқар тауы әкемнің, оның бәрі арқасы асқар тауы әкемнің. Мен өсіріп мәпереден аяға, анам пана, анам менің саяба. Помпон қағып жүгіргенім есімде, сәби кезде ақ сүтіне қоясам. Жаняға сыйлап жарасым, жылжып алға барасың. Осы күнге жеткізген аман жүрші анашым. Осы күнге жеткізген аман жүрші анашым. Уландармыз көркейетін батада, ұлылардан ойға қуат оталам. Тәлімменен тәрбиесін ғарытқан, бас емін көздеріңе атаңам. Арманға сау жетермін, желдей жүйткіп өдермін, оның бәрі арқасы асқар тауы әкемнің, оның бәрі арқасы асқар тауы әкемнің. Жаняға сыйлап жарасым, жылжып алға барасың. Осы күнге жеткізген аман жүрші анашым. Осы күнге жеткізген аман жүрші анашым. Еңлік гүл, еңлік гүлім. Қызғалдақтар жатқанда таңда гүлге, қиял қыран сен ойлап шарладым көп. Міне тағы жалт етті құш жанарың, менің мөлдір жанымның арманы боп. Сен боп менің барасың шынардағы, сондықтан да өзіңе жыр арнадым. Ұластың ба, білмеймін ұқпайсың ба, кішкентай кеудемнің ұл арманын. Ұласың ба, білмеймін ұқпайсың ба, кішкентай кеудемнің ұл арманын.
жырда көгейін сыйлап көрме биіктерге ұмтылып жүру үшін тұра берші шыңдағы еңлік гүл боп сен боп менің барасың шынардағы сондықтан да өзіңе жыр арнадым ұғасың ба білмеймін ұқпайсың ба кіп-кішкентай кеудемнің ұл арманын ұғасың ба білмеймін ұқпайсың ба кіп-кішкентай кеудемнің ұл арманын сен боп менің барасың шынардағы сондықтан да өзіңе жыр арнадым ұғасың ба білмеймін ұқпайсың ба кіп-кішкентай кеудемнің ұл арманын ұғасың ба білмеймін ұқпайсың ба кіп-кішкентай кеудемнің ұл арманын кіп-кішкентай кеудемнің ұл арманын Композитор, ақын, ардагер, ұстаз, қоғам қайраткері Жұпаргүл Бекшұраева. Ақын жырын өз аузынан естудің әсері бөлек. Жолдас ағамыздың жырлары поэзия ғана емес, әуезге айналған әндер де бар. Ендеше ақыннан өлең сұрайық. Ортаға шығып, бір топ жырыңызды оқып берсеңіз. Құрметті көрермен, қабыл алыңыздар. Жемқорлық жайлаған ел мұңы. Аспанын бүгін мұң торлап, қазағым неге жүр сорлап. Қырандар көкте ұша алмай, қасқалдақ қалды пырпырлап. Күнәсіз пенде пақырдың, күн өтіп жатыр ақыртым, жүгенсіз кеткен жүйеге айтудан шаршап ақырдың. Мұң мұқтажы не бір көп, халық жүр әлі шүкір деп, мына билікпен ел жұрттың арасында алтын көпір жоқ. Жылжыған жылдар ай күнім, шыңдайды ұлттың айбынын, қомағай ашкөз тоймастар, қайтарыңдар елдің байлығын. Жүргендер сырттан күліпкей, тектілігін қазақтың біліппей, сабырмен шыдам шегі бар, болмайды басың бірікпей. Көк аспан тұрса тұныға, қыран құс қонар шыңына, халықтан асқан алып жоқ, құлақ тос оның мұңына. Оны оқымай-ақ қояр, махаббат көтейік, ондай оқи көрмей-ақ қояр. Қалай екен, жақсы сілеме қазір? Ой, таппай қаласың осындайды. Қазір ұстаймын. Мына махаббаттар тауып алайыншы. Мына махаббат дегенде көбірек ғой, қайсының өмірі. Өзім оқимын деп дайындалған жоқ едім негізі. Мынаны оқи салайықшы. Мынаны оқи салайықшы. Мен бір-екеуін оқып берейін енді. Асау арман арына. Асау арман бала күнге жетелеп, айдындалып жүзіп келем төтелеп, адастырмай алып шығар жағаға, ақ нұр жауса, ақ жауыммен себелеп. Қоңыр күзде сағынышым ұлғайды, қатпар-қатпар басып алып мұң қайғы. Қашанғымен қашып жүрем үрейден,
қамықпа деп жүрер шіркін тулайды. Не дейім мен, соған сыра шаттанам, нар тәуекел, сыйламаған ақтаң ән, нақышына соланның мен тербеліп, нұр боп тарап, жан сырымды ақтарам. Ұйқы қашқан, көз ілмеймін түнімен, ұйқас таппай, ақ қағазға үңілем, ұзарып бір кеткендей ме таң мына, ұнаттым ба әлде өзіңді шынымен? Рас, сырым досы шынымда, рауандап атқан таңым бұрында, ризамын тағдырыма Алла сыйлаған, рахат қой, байландым ғой бір бұрымға. Ақыласым саған менің шынайы, ыстық леппен өртесін ғой ұдайы, ызғарлы күз үзбем өтті десе де, ызбарланып келді жетіп мұңайы. Менің жаным жалым болып өртенген, мазасыздау жан едім мен сертемген, махаббатты мәпелеймін өлгенше, мәңгі алаудай үміт күткен ертеңнен. Жүректеріңнен махаббаттарың өлмесін. Рахмет. Ата-анаң отан қамқоршың, менің де әлди ән кеудем. Балалық дәурен балшағың, шуаққа толсын жан жағың. Ұзақты күн ойнап жүрсе де, демейді олар шаршадым. Базары мәңгі тарқамас, мұңсыз бұл кезең қарбалас. Бала өскен кешегі, қайсыңда кәне барталас. Көрмейді бірін жатсынып, көзінде мөлдір жақсы үміт. Қуыршақпен бірі сырласа, біреуі ойнар ат мініп. Оғалсаң, сірә, баланық, ашқаны күнде жаңалық. У-шуға толы қашанда, бақытты шақ қой балалық. Рахмет. Сау. Ақын оқырманымен, азамат замандасымен, әр ақын өз заманның жыршысы. Оның сөзі халықтың сөзі. Бүгінгі кешке жиналған ақынның қаламдастары мен замандастарының, құрметті қонақтарының лебізінде тыңдап отырайық. Сахнаға ақын туралы пікір айтып, құттықтаушы азаматтарды шақырамыз. Ел ағалары
Қожахмет аға, замандастары ақын ағамыздың келіп, жылы тойған апамыз бар. Құрметті өнер сүйер қауым, ақынның адам рухы өлмейді. Бүгін барда, ертең жоқ біз пендеміз, күні туса құмға айналар көл теңіз. Қысқа ғұмыр қамшының бір сабындай, өтер көктем сағынымшы мол келте көз. Кім бар мәңгі жасайтұғын өмірден, өлім барда көз жұмасың өмірден. Көр астына енгеннен соң сол бейне, бірте-бірте кетер хақ көңілден. Сонда қалай бәрі ұмыт бола ма, кешегі өмір үмітпен күдік қанама. Осы ойлар жегідей миды жегенде, еске түсті қалған құдық далада. Сол құдықтың рахатын көргендер, жаны тірі тек тәндері өлгендер. Демек, өмір барда өлім бар, бірақ мәңгі өлімге сенбеңдер. Кейбіреулер бай-байрамға салып құр, қол жеткізбес байлық үшін ұшып жүр. Ары таза, жаны таза пәк жандар, сол құдықтың пейіште суын ішіп жүр. Өмір күрес, өмір көк бар дүркінде, дүркінде ақ жолында шабысыңнан іркілме, ізгі ойлармен сол құдықтың ендеші ұмытылуы, ей адамзат, мүмкін бе? Дәл осылай бебеулейді өршіл үн, Алла сөзі десе оған сенсін кім? Ақ табытты көтеріп ап жөнелдік, жаназасы біткеннен соң көршімнің. Бұйрықты күн топыраққа көмген боп, кері қайттық опыр-топыр елмен көп. Көкейімде жазылып жатты мына сөз, білемісің, рухы оның өлген жоқ. Құрметті көпшілік, мен осы келіншек болып түскенде бұл қайным боз бала еді. Бұның сол балалығынан, жастығынан өмірге, өнерге деген құштарлығы байқалып, мен бұған Ақжігіт деп ат қойғанмын. Елде жүріп, бірге жүріп, біте қайнастық. Әрқайсымыздың әр тараптан тұз несібемізді нәсіп етіп, бұлар Алматыға, біз Ақтөбеге кеттік. Сол Ақтөбеде жүріп, менің осы қайнымның азаматтығын, ақындылығын, парасаттығын, туған жерге деген, туған бауыр туысқа деген сондай қамқорлық сүйіспеншілігінің дәлелі болдым. Себебі мен сол жерде өзімнің ұстаздық жолымды жалғастырдым, бірақ менің елде алған жоғарғы категориямды олар қабылдамады. 3 туры бар екен, 2 турынан өттім. Енді 3-ші турынан қалай өтерім білмей жүргенде, біздің сол комиссияның бастығы Нағашбай Ердәулет деген профессор ағай менен сұрады, сен қайдан келдің деді. Мен Мырзашөлден келдім дедім. Мырзашөл 40-шы жылғы Қазақстанның картасы бойынша Шымкент облысының төл жері ғой. Сол жердегі ең бірінші ашылған Шоқан Уәлиханов мектебін білесің бе деді. Иә, білемін. Сөйтсем, соны жазған осы қайным екен, киелі қара шаңырақ деп. Бұл менің ет жақын қайным Ақжігіт қой дедім. Содан бұлар ағалы інілі болып араласады екен. Содан менен сұрамастан қол қойып, мен өзімнің немді қорғадым. Сонда шет жерде жүріп, мен осы қайнымның ақындығына, азаматтығына тән алып, қайнымды сағынып, қайныма деген бір шатпақтар шумақтадым, соны оқып берейін. Азаматсың туған елдің бағы үшін, жөн жосықсыз таласпаған тақ үшін, шалғай жерде хат хабарсыз жүрсек те, бағамдадық мұны өмірдің ағысын. Ақын қайным, асыл қайным қайдасың, жүрсекте алыс көңілдесің, ойдасың. Ел алдында дәріп дедің жеңгеңді,
енді ол кез оралар ма ойғасын. Қайны да көп, жеңге де көп өмірде, тым ерекше қатталғансың көңілге. Жақсы хабар естіп сенің сыртыңнан, қуанғаннан шумақтаттым бүгінде. Тілектерді айтам әлі талай мың, өлең жырың көкке ұшқан жақытын. Ақын қайным, асыл қайным мен үшін, ақ тілегім шаң тартпасын шабытың. Рахмет. Осы кештің ұйытқысы болған Рахметуллаға бар ма? Ортаға шықсын. Әзілхан Нұршайықов ағамыздың 80 жылдығын өткізгенде той шашусыз болмайды дейтін еді. Сондықтан да мен жаңа ұмытып кетіппін. Мына қайным Ақжігіт, мына киелі Маңғыстауға ата жеріне келген қадамың құтты болсын. Халқыңды, еліңді әлде де осындай өзіңнің ақындылығыңмен, өлең жырыңмен сусандата бер. Сен Қазақстанның қай түкпірінде жүрсең де, шетел қазақтарына да танымалсың. Сол үшін бізге мақтанышсың. Полат Шегемнің рухани байлығын ұлықтайтын кемеңгерсің. Сен біздің мақтанышымызсың. Сол үшін көпшілік Мырзашөл Гагаринде көпшілік халық. Мынау жолдас інімізді жақсы білесіздер. Текті жерден текті шығар дейді. Гагаринде жүргенде бұл жігіттің өлеңдері өзінің достық газет, Қазақстанда шығаратын газеттің үлкен бір корреспонденті, белгілі өзімізге Жолдас Сарман. Көптен бері мен ойлап жүредім, Жолдас, осы Гагариндіктер сені сағынып жүр. Сенде бір өзіңнің жырларың бар әдемі. Осыларды елдің алдына шығып бір дәріптесең, айтып берсең деп, ең бірінші мен осы мұрындық болып едім Жолдас аға. Халық жиналады, келеді. Гагариндіктердің бәрі біледі. Кешегі Бекет атаның кітабын бірінші болып бастаған осы Жолдас Гагаринде. Сонша Өзбекстанда тұрса да қазақтың атын шығарып, ақын Ыбырайымның атын шығарып, басқа да көп деген шығармалары бұл өте бай, тілге бай. Өзі жаңағы тойған айтқандай мансапқа, биікке онша қызықпайтын нағыз ер жүрек, есіл еріміз осы. Міне біріміз қазір Гагаринде баршамыз осы жерде отырғанның көпшілігі Гагариндіктер. Міне сол Гагаринде тұрдық Мырзашөлде. Біріміз қияда, біріміз Қырымда. Қазір дегендей әрқайсымыз ар жаққа ұшып кеттік. 80-ші жылдары мына Жолдастың досы болған ағасы, әрі ағасы қанша жас үлкен болса да бұл Жолдасты сүйемелдеушілер көп еді Мырзашөл Гагаринде. Соның бірі міне Степан ағамыз айтатын. Мына Жолдас ағаның өлеңдері бұл үлкен жерге, жоғары жаққа барса, бұның аты даңқы шығар еді. Мына Гагаринде ешқандай бір көтеруші жоқ. Міне Құдайға шүкір сол еліне барып, өзі журналистік үлкен оқуын бітіріп, Казгуды. Ол жерде де сыйлы, өте құрметті. Ол жерде де өзінің достары, небір ақын жолдастары бәрі бар. Міне кітаптары шыққан. Оның бәрін біз Жолдас туралы көп білмейтін едік. Білсін Жолдасан. Кел, көр елді. Маңғыстау өзінің ата бабаңның туған жері. Текті жердің баласын. Мұның атасы да өзі нағыз осы болыс болған. Сарман деген кісіні көп адам таниды. Танымағандар таны жатар. Көптеген кітаптары, өлеңдері бар.
оқып сусындап, ел білсін, көрсін, сен де танысын, Алматыда жүргенде кім таниды деп, осындай бір өтініш қылып едім. Рахмет, міне келіп, осында өзін көрсетіп, ағайын туыспен араласып, осындай бір жақсы кеш өткізіп отыр. Бұдан да келешекте кештері күшті болар. Тағы мынау бірінші бастамасы құтты болсын, жолы ашық болсын, талабы оң болсын, табысы мол болсын. Осы тілектерімізді періштелер әумин деп қолдап, жүрегі ініміздің қуанышқа толсын. Әумин, Аллаху акбар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жырсүйер қауым. Бүгін мына Маңғыстаудың қара шаңырағы төрінде мына бауырымыз, біреуімізге ініміз, біреуге аға дегендей, жақын жуық құда жекжат дегендей, мына жолдас ініміз осымен екінші рет шығармашылық кешін өткізуі Гагаринде осы өткізіп бергенбіз. Бүгін міне соның жалғасы есебінде өзінің атамекеніне келіп сіздердің алдарыңызда есеп бере отыр. Айналайын, жолдас, мына бүгінгі мерекең құтты болсын, ұзағынан болсын, жетістіктерге жете бер. Мені енді мына жерде сыйлап құрметтеп шақырып отырғаны, мен 1971 жылы еңбек жолымды бастадым. Әуелі Шоқа мектебінде, одан кейін осы жолдас оқып жатқан Абай мектебінде, екінші мектепте. Кекілі желбіреген, шапқылап жүрген кішкентай балдар, Алла тағалам өмір беріп, осындай жетістіктерге жеткізіп, сіздердің алдарыңызға келіп, қуанышқа бөленіп отыр, сіздерді көріп. Мына осы жерде тек қана мен енді ұстаз болғасын, өзімнің атымнан, мектеп ұстаздарының атынан, жаңа мына жерде Қасимова Гүлшараның, мен дұрыс сәл түсінбей қалдым, кейін тағы мен ерден кездесіп сұрарым, кейін сәлем айтып берем кімге? Гүлшараға. Бастауыш класында оқып, мен жоғары кластарында дегендей. Осы жерде келіп отырған класстастары бірге мектепте оқыған оқушылар қатарлары, ағалары, інілері, қарындастары, апалары осы жерде сенің қызығыңды қызықтап отыр. Алла тағалам саған өмір берсін. Творчестволық жетістіктер тілеймін. Жазуын көбейерсін. Мына адам баласы жас кезінде жастық қылады, жаңағы сүйіспеншілік жөнінде, махаббат жөнінде, класстастары жөнінде, оның барлығы қызық өмір не. Ал енді адам баласы 60-қа келіп 70-ке жеткенде ең жоғарғы несінің, не дейміз енді, шығармалық күшінің ең жоғарғы деңгейге жететін кезі осы 70-60 жастар екен. Сен қазір енді 77 жылы мектепті бітірсең, 60 жылы туылдың, 65. Тап ортасында әдемі жерінде тұр екенсің, айналайын. Өмір тілеймін. Отбасың аман болсын. Нерден енді жаңа айтты, өмір баяның жөнінде мына жүргізуші ініміз айтып жатыр. Мен әңгімені көйіктейін, көпшіліктің уақытын алмайын. Отбасың аман болсын. Немерелеріңнің қызығын көр. Келінге, балдарға. Тек қана менің емес. Осы жерде жаңа класстастарың деп отырмын, сосын мына халықтың, Маңғыстаудың, Маңғыстаудың сәлемін жеткізе бер, айналайын. Амандықта көрші. Тек қана сыртыңнан жақсы хабарыңды естіп, қуанып отырайық. Қазір енді мен сөздің сен толқып тұрмын, себебі мына оқытқан оқушының жетістігін көрсең, ол ұстаздан озады. Міне қазір Маңғыстаудың төрінде отырсың, мен соның аяқ жағынан келіп орта жолда тұрмын. Орның құтты бол. Рас. Жоқ, оқушы ұстаздан
озбаса ол оқушы ешнәрсе бітірмеген. Озғаны дұрыс. Ұстаз барын береді. Толық өзіндегі барын береді. Бірақ кез келген оқушының өзінің де ой өрісі бар. Оны қосқан кезде ол бәрімізден озады. Осы жердегі барлығы оқушы бар, басқа бар. Барлығыңызға осы жерде отырған ағайын тума, мына жыр құмар құрметті ағайындар, сіздерге шаңырақтарыңызға қуаныш тілеймін. Осындай тек қана қуанышта бір-біріміздің жетістігімізді құрметте болыңыздар, жетістігін соны көріп қуанышта жүре берейік. Барлығыңызға қуаныш, той тілеймін. Рахмет. Рахмет аға. Аға, сіздің де даналық туралы жазған кітабыңызды оқимыз. Оқыдық. Сізде даналық туралы жазған кітаптарыңыз бар ма? Иә. Бар. Жазған кітаптарым бар, ол тек қана ұлағатты сөздер, тәрбиелік мәні бар, ғибратты сөздер, ұзын емес афоризмдер дейді. Лайынан қысқа қылып айтады, болды. Мысалы, мен немеренің осынша тәтті болатынын білгенімде, бірінші немерелі болғаннан бастар едім. Осындай мағынада өмір жөнінде, жанұя жөнінде, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жөнінде ұлағатты сондай сөздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, залда отырған ағайын тума. Біз бүгін қазақ елінің алдыңғы қатарлы ақынның бірі жолдас інімізбенен кездесіп отырмыз. Оның үстіне ақын ініміз өз арамыздан шыққанына өте қуаныштымыз. Ал айналайын інім, мына Маңғыстау жеріне келген қадамың құтты болсын. Маңғыстаудағы 362 әулиемен пірбекет қолдап, қорғап, шығармашылығың арғарай өрмелей берсін. Шыққан тауың биік болсын. Оның үстіне Алладан сұрайтынымыз інімізге зор денсаулық сұраймыз. Отбасына жанұялық бақыт сұраймыз. Жаңа өмір жолынан көріп отырмыз, ұл қыз тәрбиелеп отыр. Сол ұл қыздар өзіңіздің жолын қуып, еліміздің өлең жырын, поэзиясын сізден де кейін жалғастырып, жоғары көтермелей берсін. Құрметті қауым, сонымен бірге осы жерде мына мектеп оқушылары, бүлдіршіндер ініміздің өлеңдерін оқыды. Бірнеше жасөспірімдер де өлеңдерін оқыды. Тонау оңтүстіктен келіп оқып жатыр. Бұның өзі ініміздің зор, жақсы ақын екенінің дәлелі. Анау ән салған, жаңағы 3-4 ән салған қарындасымыз, сол кісіге үлкен рахмет. Тонау оңтүстіктен келіп, осы жерде мына жолдас інімізбен кездесіп, соның атына музыкалық сәлем жолдап жатыр. Рахмет. Сонымен бірге осы филармония қызметкерлері өздерінің ән жырларын, күйлерін арнап жатыр. Оларға да мыңда бір рахмет. Ал ағайын, дендеріміз сау болсын, аман болайық. Осындай жақсылықта, осындай кештерде көңіл күйлеріміз көтеріле берсін, денсаулықтарымыз нығая берсін. Халық атынан, ауылдың ағайын туманың атынан інімізге шапан жауға рұқсат етіңіз.
кеш жарық, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін мына Жолдас Сармановтың кешіне, бәріміз шығармашылық кешіне қатысып отыр екенбіз. Енді Маңғыстаудың төріне келіп отырып, неге Маңғыстаудан шыққан туындыны бермеске деп ойладым да, одан кейін менің қолымда қазір 3 туынды тұр. Осы Маңғыстаудан жарық көрген. Мына Жырдары деген кітап 1995 жылы 500 дана болып шықты бар болғана. Бұл еш уақытта сатылымда болған жоқ. Бұның ішінде Маңғыстаудың жырау, шежіре жыраулары нетілген жазылған. Осы кітапты Жолдасқа сыйлағым келіп тұр. Себебі бұның ішінде 30 жылдық тарихы бар кітап мынау деген. Сіздер ойлап қалмаңдар, мына жаман кітап екен деп. Маған менің қолыма екеуі тиді. Біреуінің егесіне мен табыстап сыйладым. Ол өздерің білесіңіздер бәріңіз, ақын, айтыскер ақын Нұрлан Мұсаевқа бердім. Ал екіншісі, кімге берем осының есін қайдан табам деп жүрдім. Бүгін сәт түсті не де болса. Жолдасқа табыс еткім келіп тұр. Жолдасым саған өзіңе. Ішінде керемет туындылар бар. Сосын тағы бір 2 кітап. Бұл деген мына біздің Маңғыстаудың мың бояулары және Маңғыстаудың дәстүрлі, қол дәстүрлері жаңа бейнеленген. Бұның несі 15 жылдық өмірі бар кітаптар. Бұлар ешқандай сатылымда болған жоқ. Менің қолыма осылардың Жырдарияның да осы кітаптарында 2-2-ден тиді. Екеуін дегенде мен бәрін оқып шықтым ішінен. Енді иелеріне тапсырып отырмын. Біреуін Нұрлан Мұсаевқа, біреуін Жолдас Сармановқа. Ал. Өкпенің үстін. Бұдан кейін шығармашылықтық кешіңде өтсе бір. Біздің Маңғыстаудың, киелі Маңғыстаудың 362 әулие жатқан жеріне қош келдің және өнерің өрлей берсін деп тілеймін. Сол кітаптың лентасын қиып, алғашқы оқырмандар ретінде өздеріңізге құрметпен ұсынамыз. Құрметті қонақтар, лента қию рәсімін облыстық мәслихат төрағасы Матаев Жаңғырбай ағамыз шақырамыз. Құрметті ағайын, қала қонақтары, қадірлі өнерсүйер қауым, бүгін руханияттың сөз өнерінің қас шебері Жолдас Сарманұлының шығармашылық кешінде бас қосып отырмыз. Бұл жай ғана кеш емес, бұл бір адамның өмір жолы, жүрек күніне айналған өлеңінің салтанаты, ақиқат пен ардың үнін жыр еткен ақынның салтанатты мерекесі. Осы мереке құтты болсын. Жолдас Сарманұлының әрбір сөзі салмақты, халықтың мұңын жүрегіне байлаған, журналистиканың жүрекпен жазған, биікте жүрген азаматтардың қаламдарының бірі, қаламгерлерінің бірі және де бірегейі. Оның өлеңінде туған жердің тынысы, адам болмысының тереңдігі, қазақ рухының көрнекті кестенесі бар. Бүгінгі тақырып өлеңім өмірімнің өрнегі еді, жырымнан табарар жанның керегі деген егі шумақ өлеңде ұлттың болашағы, рухани құндылықтарымыз нағыз қазақы болмысымыз жатыр. Әрбір сөзінен елдің сөзін сөйлейтін, елдің жүгін арқалайтын шыншыл сөздердің иісі шығады. Жолдас Сарманұлы, сіздің ақындық жолыңыз тазалықтың, шыншылдықтың, кішіпейліктің үндеуі. Журналистика жолыңыз шындықтың, адалдықтың, елдің мүддесінің айнасы. Біз сізді шығармашылық шабыттың, қаламыңыз мүжілмеген,
қоғамның ортасында дауысыңыз биіктен естілетін, сөзіңіз өткір ақын ретінде бағалаймыз. Мен сіздің кітабыңды бастан аяқ оқып шықтым. Екі нәрсе менің жүрегімді оятты, рухымды оятты. Бірінші, көркем сөздің көсемі Алаштың арысы Міржақып Дулатұлының Оян қазағы. Сіз сол жырыңызға, жүрегіңізге байладыңыз сол жырды. Екінші, мектеп және қоғам деген журналдағы осы Ахмет Байтұрсынұлы, Алихан Бөкейханұлы, Міржақып Дулатұлы, Смағұл Садуақасов, Мағжан Жұмабаев, Әлімхан Ермековтер мұғалім болды. Не солардың бастауы деп, жадыңызда жаттап, санаңызда сақтап, жүрегіңізге рухани байлықты сіңірген Алаштың ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынның сөзі: газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі деген ұлағат сөзді ойыңызға сіңірдіңіз. Сіздің өлеңі жай өлең емес. Мен осы жерде отырғанда 1935 жылы Міржақып Дулатұлы Соловец түрмесінде отырғанда жанында Мағжанда болды. Оның жанында Маңғыстаудың тумасы Күмісәлі Бөреев болды. Осы жерде Қабыл замандасымыздың атасының отырғанына естіп жүрегім толғанды. Мен алаштанушымын. Бұл қиын қыстау заманды мен жүрегіммен сездім. Ол уақытта олардың бір мақсаты болды халыққа адал қызмет ету. Алла тағала сіздің жүрегіңізге Алаштың Алаш арыстармен бірге үндес, жүрегіне байланды. Ол кез келген адамның маңдайына жаза бермейтін үлкен қасиет. Сондықтан бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Ел халқыңыздың арасында тал бесіктей тербетіліп жүре беріңіз. Халықтың бағасынан үлкен жоқ. Бүгінгі халық сөзге үлкен баға беріп жатыр. Сондықтан алға өрлей беріңіз. Сіздің әр өлеңіңізде, әрбір сөзіңізде шындық бар. Мен соны көзім жетті. Бүгінгі кештің өзі қарапайым күйде өтіп жатыр. Әркім өзі шынайы жүрегімнен шыққан тілектерін айтып жатыр, жүрек жарды өлеңдерін оқып жатыр, жүректі әндерін айтып. Бұның барлығы сіздің қарапайым. Алла тағала адамның ең ұлылығы ол қарапайымдылығы. Мен осы кешті рухани кеш деп есептеймін. Жолдас Сарманұлы осы жерде қазақтың салмақты ұлағат сөздері бар. Оқып не қыламын? Осыны табыс етейін. Мына шапанды Маңғыстау облысы мәслихатының депутаттарының атынан Міржақып Дулатұлының шапаны деп керсіз.
Алтын апа Қойшылова осы кеште әуелетіп ән салғысы келеді. Қарсы алайық. Сыбдырлаған сыбыс күліп шалғайда, күз мезгілі жапырақтар сарғайда. Өткен күнде қалса дағы бар қайғы, сазы мұңға тағылып ойға тарайды. Естеліктер жүректен сырата жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Бірақ жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Білмейм жаным өңім бәлде түсім бе, жапырақ жолыма кеп түскенде, жапырақты қолыма алғаным аскемен, жыр кемелдері түзелді арманы көшеме. Естеліктер жүректен сыртам ғанадай, қалған бірақ қалған ол сыры жырланып. Жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Бірақ жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Ойлар келді маған талай бұл жапырақ естеліктер секілді. Келер меді кездесуге осы сәт, кер маралдай керме қасқыз кекілді. Естеліктер жүректен сыртам ғанадай, қалған бірақ қалған ол сыры жырланып. Бірақ жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Бірақ жаным тағзым етіп өзіңе, заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Заңғар көңілім басым дейіп тұрғандай. Жолдас Сармановтың сөзі, Марат Жолдыбаевтың әні. Ал құтты болсын, өнерің үстем болсын. Рахмет. Ал класстастарына қысқаша сөйлесе. Ассалаумағалейкумдер, құрметті ағайындар, жерлестер. Жолдас, бүгінгі өтіп жатқан кешің құтты болсын. Ұзағынан болсын, қуанышың, шығармашылық кешің жауыптың шарықтай берсін жөке. Келесі шығармашылық кештерің бұдан да күрделі болсын. Мына класстастарымыздың көп арасында осы екеуміз шығып тұрмыз. Бір-екі ауыз лебізімізді білдірейік деп. Құтты болсын жөке. Денің сау болсын, отбасың амандық. Келесі шығармашылық кешінде де кездесе берейік. Мына класстастарың атынан шапан ұзы бір еді.
сәлем бердік кешке келген қонақтар. Біздің мына кішкентай Мырзашөл ауданында өзі не деген дүлдүл бізде ақындар шықты. Есенғали Раушанов, Мұханов Жұмахан ағамыз, кейін Ақшагүл Рамазанова апамыз, Ержан Белғазиев біздің класстың композиторы, біздің класстан шыққан Жолдас Сарманов, біздің класстан шыққан ақын. Өте қуаныштымыз, бір кішкентай районнан осыншама ақындар, композитор шыққанына. Өткенде Республика сарайында Ержан Белғазиев өзінің 40 жылдық шығармашылық кешін өткізді. Сонда Жолдасқа сұрақ қойды Алматыда. Неге сен Алматыда тұрып, Алматыда өткізбейсің шығармашылық кешіңді дегенде, мен өзімнің жұртымда өткізгім келіп тұр деді. Жолдас, ал сол кешің құтты болсын. Бүгінгі класстастардың атынан міне шапанымыз бар, кейін тайымызды конвертке салып келдік, қабыл ал. Той-тойға жалғаса берсін. Ал енді мына кешке жиналған құрметті мына біздің ініміздің Жолдас Армановтың кешіне жиналған ағайындар, ауылдастар, бәріңе сәлем бердім. Мен енді бұл Жолдас Сармановпен ар жақта Түркменстаннан бірге көшіп келіп, Тамды деген ауылдың бір құдығынан су ішкен апасымын. Атым Марияш, былай Мәди, және де осы мына шығармашылық кешіне бәріңізге де құтты болсын деймін. Мына інімізді көріп мәз болып, жаңағы қуаныштымын. Жолдасжан Гагаринде де көрші болдық. Мына творчестволық кешің құтты болсын, өнерің өрге аса берсін. Рахмет. Әнге кезек берейік. Елге сапар. Моти Бақытжанның орындауында. Қайырлы кеш, құрметті Маңғыстау жұртшылығы. Армысыздар, бүгінгі Жолдас ағамыздың кеше құтты болсын деп дуыл шапалар қойыңыздар тағы да. Ал мынау енді бүгінгі кешке сәйкес тамаша бір әніміз бар. Елге сапар деген қабыл алыңыздар. Жаққа барам, жүрегім елде елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірлікті, дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шан, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындары аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қалау сол қалды. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа.
жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Рахмет. Рахмет, жұп болсын тағы да. Енді осындай үлкен сахнада шыға тұрып, Шәмші ағамыздың әндерінен айтпай кеткен жөн болмас. Сондықтан Шәмші ағамыздың тамаша бір әні бар. Арқалықтың әні, Ақ таңы деген. Қабыл алыңыздар. Жабырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын. Жәудіреп от жанарым, неліктен көп қадалды. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Сен дала бол енді өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып енді өр тағдырыма. Бақыт жоқ талап таңбай, белінен таң атқандай. Тәңірім еркем сені мен үшін жаратқандай. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып енді өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып енді өр тағдырыма. Сен менің сүйіктімсің, шынардай иықтымсың. Тек қана ұлт намысы сүюден биік тұрсын. Қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім. Сен дала болып енді өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім. Сен тау болып енді өр тағдырыма. Сен тау болып енді өр тағдырыма. Рахмет, шапалақтарың шарықтай берсін, аспандарда қалықтай берсін. Кеш құтты болсын. Рахмет. Ақберді Қалиевтің әнін тыңдайық. Сөзін авторымыз ағамыз жазған сөзіне, ағамыздың сөзіне жазған ән. Ассалаумағалейкум, маңғыстаулықтар. Алдында бүгінгі жолдас құдамыздың кеші құтты болсын. Шығармашылық табыс тілеймін сізге. Тек биіктей беріңіз, аман болыңыз. Деніңіз сау болсын. Құдамыздың жазған сөзі жазған ояттың мені ұйқымнан қабыл алыңыздар.
шақырсам неге келмейсің, сырлары әнмен өрілген. Іздеймін сені білгейсің, кеудемде мөлдір сұр тынған, жүрегім саған ұмтылған. Ояттың мені, ояттың мені, ояттың мені ұйқымнан. Бақысын арман ұшырған, жүрекпен қолын ұсынған. Төлеген бір жан толып жүр, айырма аққу құсымнан. Кеудемде мөлдір сұр тынған, жүрекпен қолын ұсынған. Ояттың мені, ояттың мені, ояттың мені ұйқымнан. Сәбікпей жұлдыз самсаған, тұрғандай көкте аңсап ән. Ләйлідей ару қыздар көп, ғашықпын сәулем тек саған. Кеудемде мөлдір сұр тынған, жүрегім саған ұмтылған. Ояттың мені, ояттың мені, ояттың мені ұйқымнан. Кеудемде мөлдір сұр тынған, жүрегім саған ұмтылған. Ояттың мені, ояттың мені, ояттың мені ұйқымдан. Рахмет. Енді Аралбай Мешітбаевтың орындауында ұшады Маңғыстаудан шағалалар дейтін бір әнді орындаймыз, сосын қорытындылаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Кеш құтты болсын баршаңызға. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, ғажайып сыр айтқандай саған олар. Елімнің тыныштығы тұр күзетіп, сақшыдай сапқа тұрған бағаналар. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыренім менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыренім менің Маңғыстау. Жастықтың өндір жаңа ғұмырындай, теңіздің мөлдір таза тұнығындай, ұшады Маңғыстаудан шағалалар. Шашылған күннің күміс сынығындай, шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыренім менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік жыренім менің Маңғыстау.
маңғыстаудан жанған жалын ұшады маңғыстаудан шағалалар халқымның таратқандай армандары шуағым менің маңғыстау құмарым менің маңғыстау сағынып айтар мәңгілік жырыным менің маңғыстау шуағым менің маңғыстау құмарым менің маңғыстау сағынып айтар мәңгілік жырыным менің маңғыстау сағынып айтар мәңгілік жырыным менің маңғыстау Ал маңғыстаулықтар 90% мұржашөлдіктер. Мен мына ұстаз біздің бәріміздің әріптен бастап білімге құштарылған ұстаз ғой. Жаңа мен ұстазға қазір өзім барам. Әлі де мынау күнделікті хабарласып тұратын бастауыш сынып мұғалімім бар менің. Гүлсара апай, Қасымова. Ол қазір Таразда күнделікті хабарласып, қазір де қайта-қайта қоңыраулатып жатыр. Мынау ұстазға қазір мен өзім апарып беремін. Ал жақсы. Мұратқали Нұрсұлтан Наурызбекұлы.
ақынның емес, қазақ поэзиясының мерекесі. Жолдас ағамыздың бір өлеңімен осы кешімізді аяқтағалы отырмыз. Мынау байқап отырмын, 90% Мырзашөлдіктер екен, Мырзашөлді аңсау дейтін өлеңімен осы кешті қорытындыламақшымыз. Жазиралы кең далам неткен көркем, қимай өзіңнен, өзіңді көшпеп, көппен кеткем, кетейінеп кеткем жоқ Құбабелді. Мырзашөлім ер жетіп өскен өлкем. Еске түссе, сенде өткен бала күнім, бойды кернеп кетеді нала мұңым. Қызғалтақты қырлар қол бұлғап тұр, ұлғайтып сағынышты қара бүгін. Жүректері жүретін жанып тегі, жаны сайшаң жомарт еді халық елі. Төсінде тербелескен мына мені өнерді емген өрен деп танып еді. Сол өлкеден қалықтап ұшқан құспын, құрметіне бөлендім. Құшқан достың өзіңді еткен әр сатым көлбеңдейді, жанарыма қонақтап оттай ұшқын. Күлімдеп күн оңымнан туғасын-ай, дос құрыммен жүрушек шуласыбай. Кіндік қаным тамса да өз көңірде танылдым Мырзашөлдің тумасындай. Мырзашөл, жастық шағым жалын құшқан, сен дегенде жүрегім алып ұшқан. Түскен сайын есіме егілемін, от боп лаулап өртеніп сағыныштан. Рахмет. Құттықтауларға бар ме? Құттықтаймын деушілер болса құттықтасын. Мына ашық кімдікі екен, мынау. Саламатсыздар ма, құрметті маңғыстаулықтар. Мына Жолдас Сармановтың шығармашылық кешіне келіп, барлықтарыңыздың қолдап отырғандарыңызға рахмет. Айналайын Жолдас, мына шығармашылықтағы өнерің үстем болсын, мерейің биік болсын. Тек биік шыңдарды бағындыра бер, биіктерден көре берейік. Мына филармонияның директорлары, сіздерге де алғысымыз шексіз, бауырымыздың шығармашылық кешін қолдап, қуаттап отырғандарыңызға. Мына Жолдас құдабаламызға, Қалиевтар әулетінен біз құда болып келеміз бұл кісілерге. Шапанымыз бар, жабатын. Сонша жерден бауыры Базаргүл спонсор болып, қолдап қуаттап келіп отыр екесін. Сізге де сый-сияпатымыз бар. Және Жолайға да сый-сияпатымыз бар. Ал осымен аман сау болыңыздар.